Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен түріктің ачымасы тәтті тоқаштың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымызды аштыққа қант салып, сұйық май, сары майымызды салып, тұз бен суымызды қосып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп алып, 40 минутта ашығанша қойып қоямыз. Мінекей достар, менде қамырым ашыды. Енді бірнеше бөліктерге бөліп шығып, көріп тұрғандарыңыздай бірнеше бөліктерге бөліп алып, видеода көргендеріңіздей әрқайсысын бөлек жайып, шоколадты паста жағып шығамыз. Дәл осылай түйіп шығатын боламыз. Дөңгелекшелеп орап, ашылмайтындай жақсылап түйіп, бірнеше рет араластырып алып, дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай түйіп аламыз. Барлығын дәл солай жасап шығатын боламыз. Тапамызға салып, жұмыртқаны сарысымен майлап, қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Міне достар, пісті, өте жұмсақ, тәтті болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер сіздерге видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.